Біздер кейде дәрет алып шыққан кезде, үстіміздегі дәрет алып болғаннан кейінгі суды сүлгімен сүртіп жатқан кезде, немесе дәрет алып жатқан кезде қолымызы бүйтіп қол жуғыштың үстіне сілкіп жатқан кезде, үлкен ақсақалдардың, еліміздегі үлкен аталарымыздың осы нәрседен қайтарып жатқанын көреміз. Бұл ненің белгісі? Біздің ата-бабамыздың кезінде шариғатты қаншалықты деңгейде терең меңгергендігінің және шариғатты тек қана үстіртін емес, әрбір нәзік тұсын терең меңгергеннің дәлелдерінің бірі. Бізде шариғатымызда дәрет алып болғаннан кейін қолды сүрту, бұл макрух танзихан деген ғалымдардың көзқарасы бар, немесе қолды сүртпей сол күйінде қалдырып қою осы мұстахаб деген. Неге? Өйткені бұл дәрет алу құлшылық. Дәрет алу құлшылық. Біз дәрет алғанымыз үшін сауап аламыз. Енді осы бойымыздағы дәрет алып шыққан кездегі үстіміздегі су, сол құлшылықтың әсері. Біз оны не істемеуіміз керекпіз? Сүртіп тастамауымыз керек екенбіз де. Немесе жаңағындай қолымыздағы суды бүйтіп сілкімеуіміз керек екен де. Сол дәреттің, ол құлшылықтың әсері, құлшылықтың белгісі. Сондықтан біз оны сол күйінде қалдырғанымыз жақсы болады. Әлбетте, егер бір суық немесе бір үзірлер болмайтын болса, ал егер бір сүртуге мәжбүр болатын болсаңыз, онда тұрған ештеңе жоқ.